Жуырда әлеуметтік желілерде Телеграмның негізін қалаушы Павел Дуровтың Көлсай көліне шомылған сәті тарады. Бұл жағдай қоғам арасында орынды сұрақ туғызып отыр. Неге қарапайым Қазақстан азаматтарына ұлттық парктерде суға түсуге тыйым салынады, ал шетелдік миллиардерге рұқсат етіледі? Еске салсақ, Көлсай ерекше қорғалатын табиғи аймақ, мұнда шомылуға ресми түрде тыйым салынған. Бұл ереже баршаға ортақ болуы тиіс. Сондықтан Алатау ұлттық табиғи паркі мен экология және табиғи ресурстар министрлігі осы оқиғаға қатысты түсініктеме беріп, заң бұзушылық болған жағдайда шара қолдану қажет деп санаймыз. Заң бәріне бірдей болуы керек, байға да, кедейге де, жергіліктіге де, шетелдікке де.